Алла деп сөз бастауға жең түрелік, елімнің ен жөлеңін еркін өріп, көрермен қошеметін аямаса желден озып кетердей желпінелік. Жүрсін мен Сәбит ағам тойында бұл бабымызға кірісейік еркіненіп. Наурыздан науат самал есілгенде оңтүстігім құлпырды көркіненіп. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, антын адал ағайын серді берік. Қара шаңырақ Шымкентім аманбысың, Түркістанды түлеткен енші беріп. Армысың қазыналы Қаратауын, шайырлар жырға қосқан кең сүре қып. Ұлтымның ұясындай оңтүстікті, жан жарасын жазатын емші дедік. Өзіңдей алтын шыққан жерді белден қазуға келіп тұрмын кенші болып. Әгигәгім, әгигәгім ай. Мақтарал мақтасындай аппақ келген, ақ тілекті айтайын ақ тәптерден. Сарағаштың суындай дертке дауа сырымды ақтарайын сақтап келген. Көңілім шардарадай тасып отыр, толқыны кемеріне таптап берген. Сағат санап көркейген Түркістанға, қадамдарға гүл бітсін аттап келген. Сексеуілі секілді отырардың қызулы өлеңім бар шоқтап келген. Түлкі бастың қып-қызыл алмасындай жырым бар, таңдайыңа шапшақ келген. Қапыланбек шарабындай балқытайын бірер жыл жер төледе сақтап берген. Созақ күйі шаянның әндеріндей жүрек күйін шертейін баптап келген. Ордабасы басында отырғандай біз өзі жігіт едік бақтап келген. Қазығұрт Қостұраның шыңдарындай сөйле деп орын берсең нақтап төрден. Жырдан шашу шашайын наурыз тойға, диқан көл қымызындай баптап берген. Күйеуге бір қол соға салыңыздар, түгендеп облысыңды мақтап берген. Әгигәгім, әгигәгім ай. Бағымыз оңтүстікке құмар мекен, жанымыз оңтүстік деп шығар мекен. Екі күн оңтүстіктік оғландармен жұп қылып жүкең мені сынар мекен. Үйде де айтыста да оңтүстікпен айтысып жүрген менде шыдам декем. Ұлысың оң болсын деп келіп қалдым, басқалай тірлігім жоқ бұдан бөтен. Бекарыспен айтыссам сіз біз десіп, шаруам оң жағынан тынар мекен. Оң қапталдан кеп қалған қайнағамның оң бүйрегі біз жаққа бұрар мекен. Оң қабақты тартқызып Аллам бүгін оңға қадам бастырып тұрар мекен. Қазылар оң көзімен қарап бүгін айымыз оң жағынан туар мекен. Әгигәгім, әгигәгім ай. Бүлкілдеп сайрап тұрса жезгөмейім, одан өзге бақытты көздемейін. Қайнағамен айтысу оңай емес, жеңсем де жеңілсем де өз мерейім. Мен үшін бастаулие осы боп тұр, әркім сақа қоймайма өзгенейін. Қайнағамнан бұрын сөз бастап қойдым, алдына түспеушем бұл кезге дейін. Әлі де сол баяғын ниеттемін, несіне мұңғы болып өзгерейін. Қайнағам қақарланбай тұрған кезде көп күттірмей кезегін тез берейін. Ең алғашқы ақтангер ретінде 4-ші ақтангерге сөз берейін. Әгигәгім, әгигәгім ай.
көрген тұлпар айқаяқау тек тұрған ба? Екінші айналымға бет бұрғанда дәл мұндай той жасауда мүмкін емес, айнала пандемия боп тұрғанда. Сүйінші береді екен осы күнде тойға барын жеткізген сатқындарға. Тойдың шырқын бұзбасын біреу келіп, мәз-майрам боп басыңда бақ тұрғанда. Сақтықты күшейтеміз деп жатыр еді. Не қылдыңдар, амалын таптыңдар ма? Дауысымды кішкене көтерейін, сырт есікті жақсылап жаптыңдар ма? Айқаяқау, ай-ай. Мына жыл әннің жылы, жырдың жылы, Жамбылдай дара туған дүрдің жылы. 70-ке келіп отыр жүрсін ағам, 70-те әсел қандай жыр дүлдүлі. 60-та алқымдапты сәбит ақын, өлеңі қызыл жасыл қырдың гүлі. Фарабидің жыл өтті былтыр ғана, 10 ғасыр ортаймаған білгірлігі. Ұлабайдың кебеді мерейтойы, Қарабайыр өткізді құрғыр мұны. Әйтпесе бесенеден белгілі ғой қазақтың той-тойлауға құмбылдығы. Соның бәрін бір шетке ысырды ғой, ковид деген бәленің бір жылдығы. Тұрмайды бұлтың көшпей, жұртым өспей, бәрібір бітеді ғой бұл бір күні. Жаныңды жабырқатқан қара бұлттан бәрібір шықпай қоймас күннің нұры. Айқаяқау, ай-ай. Қадірі оңтүстіктің баршаға айқын. Бұл елді адам бар ма аңсамайтын. Соның бірі Айбектей аға өлие, қайын жұртын мақтауды жөн санайтын. Алтын шыққан жер ғой деп белден қазып, қазғанда да аямай паршалайтын. Жиырма жыл болып қалдау қазғаныңа, асықпай болсам егер мен санайтын. Құдай-ау, бұл не деген күйеу бала, қайын жұртты қазудан шаршамайтын. Алдымда алқалаған халық тұрса, қасымда қарсыласым жанып тұрса, өмірде жолы болмай жүрген жандай, оң дегенді 10 айттың нағып мұнша. Айбектің ай оңынан туып тұр ғой, осы ауылдың бір қызын алып тұрса, кетіп қала салады Жетісайға, ауылының тірлігі жалықтырса. Саған қалай бұрмасын оң бүйрегім, саған қалай бұрмасын оң бүйрегім. Айтқаның көкейіме қонып тұрса, жұрт қалай оң көзімен қарамасын, өнеріңе көңілі толып тұрса. Қай көзбен қарағаны маңызды емес, Құдайдың көзі тура болып тұрса. Айқаяқау, ай-ай. Айтысқа алып ұшып жеткен едік, бұл тойды абыроймен өткерелік. Екеуміз білесің ғой Әселхан мен кешегі Қонысбайдың мектеп едік. Біздерге ақтаңгер деп атақ берген, Ерманов жігіт шығар сертке берік.
шағыстырып отқанын көрмеймісің? Азғантай ақтаңгерді төртке бөліп. Болатты оңай емес тақымдауда, сөзімді міндеттісің мақұлдауға. Бірінші ақтаңгерді біледі екен, береді екен бірінші топты жарған ақындарға. Екінші ақтаңгерді береді екен, екі дүниені ойлаған ақылманға. Үшінші ақтаңгерді береді екен, 300-дің қамын жеген пақырларға. Төртінші ақтаңгерің атануды пешенеме жазыпты рахымды Алла. Алла сондай дәреже беріп тұрса, кісіге өкпелеуге қақым бар ма? Себебі төртіншісін береді екен, төрт аяғын тең басқан ақындарға айқаяға. Ай, ай. Көбейтіп қамсыз кедей арсыз байды, бұл қоғам жанарымнан тамшырлайды. Қазақтың қазынасын қазып жатқан күйеулерді көргенде жансыздайды. Дәл солардан қай жерім кемеді деп сенің де күйеу болаң аршындайды. 20 жыл бойы қазып келесің деп қайнағам неге сонша қалшылдайды. Ұлан асыр байлығы оңтүстіктің 20 ғасыр қассаңда таусылмайды. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Қайнаға сабыр сақта жаныңдамын, көңіліңді табудың қамындамын. Алтыныңды қазамын деп айтып ем, білеуленіп кетті ғой тамырларың. Баяғыда осы елдің қызын алып айың оңнан туған деп арындадың. Мен сізді қанша жерден сыйласам да бұл сөзді келмей отыр қабылдағым. Біреудің үйіндегі күндей жарын ай деп төмендеткенің нағылғаның. Немене қартайғанның белгісі ме, қайнаға ай мен күннен жаңылғаның. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Көрсетсек жолдың дүзу жөнді айқынын, көрермен табылады қолдайтұғын. Халаулым деген хабар көрсетті ғой аздырып ұлтымызды қорлайтынын. Астарлы ақиқаттай бір хабар бар, КТК-ның арнасы жолдайтұғын. Көрсетіп шектен шыққан арсыздықты, қазақтай қарашамды қорлайтұғын. Байдан байды аралап бала тапқан әлей әйелдердің жағдайын толғайтұғын. Көрсетіп жезөк жемен көгілдірді, сірә екі дүниеде оңбайтұғын. Ардан безген әкені көрсетеді, өзінің туған қызын зорлайтұғын. Келінмен ойнас құрған қайнаталары өнегелі бейнеме сомдайтұғын. Халықты азғындыққа шақыратын хабарлар көбеюде болмайтұғын. Оны көрген ағайын түсінсекен күнертең зардап шегіп сорлайтынын. Осы жағдай көрсетті не нәрседе шектен асса қара бұлт торлайтынын. Еркіндіктің жөнесі екен ғой деп тым еркінсіп кетуге болмайтынын. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Құбылып күннен күнге еліреңі, намыстың байқалады кемігені. Сойылын соғып геймен лесбийлердің көрсетті феминистер шебінені. Алманың өзегіне құрт түссегер, бар жемісті шірітіп кеміреді. Оңтүстігім салтпенен дәстүрімді иманындай сақтаған елім еді.
Түркінің түп қазығы Түркістаным алталаш тәуететін төрім еді. Астарлы ақиқатқа барғандардың шыққан жері Түркістан төңірегі. Ал енді Бекарыстан сұрайыншы қайнаған бұл жайында не біледі? Оңтүстік қандай болса қазақ сондай жүрсін аға, бұл сенің сөзің еді. Соңғы кезде ордалы оңтүстікті жалалау басталғандай сезіледі. Әдейі күйе жағып Түркістанға қазаққа құрып жатқан торым еді. Ұлтымның ұятына күйе жақса менің де ет жүрегім езіледі. Ұлтымның оңтүстіктей уызына итше сарып жатқандай көрінеді. Әгигәгім, әгигәгім ай. Қоғамның қайғабағын бағып тұрсын, заманның болашағы анық тылсын. Ақышпенен батысың белден басып, азғындықтың сан түрін таңып тұрсын. Көнбесең санкциямен тұншықтырып, қылғындырып тамақтан алып тұрсын. Биыл жақсы ниетке қанат қағып, сайлауға көріп едік талаптанып. Жүрсін ағам екеуміз праймеризде қала мен дала кезіп адақтадық. Күндіз түн насихаттап партияны қуөңе шыртылғанша мадақтадық. Бірақ бізді құлатты жеме-жемде депутат боп кетуге сәлақ қалып. 3 айғы еткен еңбек босқа кетті, баяғы орнымызға қонақтадық. Тымпиған бекарыстар өтіп кетті, бүгінде мәслихатқа мадақталып. Аужүке көпті көрген көрегенең, алмадық бекарыстан сабақ нағып. Бұл күсе үйде отырып өтіп алды, біз босқа арамтер боп далақтадық. Әгигәгім, әгигәгім ай. Мынау әлі сайлауды мұңғылуда, өтіп кеткен нәрсені жырғылуда. Қалай өтіп кеттің деп таңырқайды, бір сайланған екенмін бір ғұмырда. Тып-тыныш өткендігім айыбым ба? Аса құмар емесем шу қылуға. Ел қатарлы додаға ат қосқанмын. Шаруам жоқ саяси сұмдығыңда. Сайлансам құдай сәтін салған шығар. Құпиясыз осы енді шындығында. Тыныш қана өтетін жер келгенде, сендер құсап айқайлап жындымын ба айқаяға. Тілеген мақсатыма жетерімді, мерейім бәлкім содан көтерілді. Менде үміт қылып ем жүкеңменен парламенттен көрем деп екеуіңді. Жүздеген депутаттың арасына ойлап ем судай сіңіп кетеріңді. Ал егерде басқалар өтіп кетсе, көрсетті дей бермеші бекер үлгі. Өзімше өзіңнің ішің сезіп тұрған шығар. Әлі талай сынақтан өтеріңді, ең бірінші ақтангер болған менен, саясаттан ешінші екеніңді айқаяға. Қордарлы сөз қозғадың қоғам жайлы. Қордалы сөз қозғадың қоғам жайлы. Ұят кеткен қоғамда не болмайды? Көжеңді ішіп жүрген талайлардың көбісі берекеңді көр алмайды.
оңтүстікті көз түрткі қылу үшін сыныққа сылтау іздеп жамандайды. Қазаннан қақпақ кеткен бұл заманда кім сенің тізгініңе оралмайды. Үйтірет керуен көшет деген бар ғой, жайсаң ел жақсылығын доғармайды. Оңтүстігім мың жылғы бәйтеректей, оңтүстігім мың жылғы бәйтеректей, қасиеті ешқашан жоғалмайды. Жамандар жапырағын жұлғанменен бәйтеректің тамырын ала алмайды. Ай, сөзім бұл жүрегімді жарып шыққан, сөзім бұл жүрегімді жарып шыққан, жақсылық алдыңыздан анық шыққан. Қазығұрттың басында кеме қалған, адамзаттың үмітін жағып шыққан. Пайғамбардың кемесі топан суда, Қазығұртқа тұмсығын барып сұққан. Ақтабан шұбырынды кезінде де аштықтан қазақ қайың сауып шыққан. Сол кезде Қаратауым пана болып, сыр бойынан талғажау тауып шыққан. Қасиеті бөлек қой оңтүстіктің, сүйегіне жақсылық дарып шыққан. Толқыны таусылмайтын вирус түгел, топан сумен аштықтан алып шыққан. Сайлау қалай өткенін қоғам көрді, таба алмай біздер қалдық табан жолды. Саясатта нешінші екенімді білгенмен кім созады маған қолды. Депутат болсақ деген ниетіміз біз күтпеген жағдайда тамам болды. Біздерден сайлауына пайдаланып, партияңның мұнысы доғал болды. Жарғылағы жастыққа тимей жүрген арқадағы аяймын аман жолды. Мені қойшы жаспын ғой, көнемін ғой, 70-тегі жүкеңе обал болды. Әгигәгім, ай. Танылған алталашқа ерте күннен бұл бекең күлте жалды ерке жирен. Депутаттық мандатың құтты болсын, қақпасын мәслихаттың серпе кірген. Ол жерге керексендей азаматтар, тілінен қарашаның шер төгілген. Құймағалақ жігітсің, зердесі кең, ұлтыңның мұң мен зарын шерте білген. Жұртым деп жүгін артып арқаңызға, ұлтым деп маңдайынан тер төгілген. 15 жаста табысқан досым едің, жақын жанына жақын тартып ерте білген. Көрініп сыйластықтың биігінен, көңілдің орын алған кең төрінен. Бұл сыйластық жастарға үлгі болып, өнеге жолын салсын ертеңімнен. Әйтпесе кейінгіге не қалады, осынау 5 күн жалған келте күннен. Жағалауда қаларымыз бізде бір күн, түбі тесік қайықтай төңкерілген. Әгигәгім, ай. Кеңейіп азаттықпен арқа басың, ұмыттың отар күндің жанталасын. 30 жылда ордадан орын алып қазақ деген қазақ атын таныттық алқадашын. Қазағым бірлігіңе бекем болсаң, болашаққа үмітті арталасың.
қаралы көш қасірет күнді көрген қара тау қасиетті қартанасың. Басыңнан базарлы шақ бағың таймай шатқалыңда азат күн шалқаласын. Албеке осы жерден қош айтысып атымыздың бастайық тартабасын. Келесі кездескенше қошаман болшым қаланы жайлаған мәрталашым. Оңтүстік көктемімен басталған той қазақ үшін мәңгілік тарқамасын. Алты құрлық баласын таңғалдырып, алтын дәуір орнатсын алталашым. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Жетпістей келген кезде жуан жасқа, жүрсін ағам қолына ту алмас па? Елдің жайын айтқанда шынымен ақ екеуің де ұқсайсың шын алмасқа. Жақсы сөз жарым ырыс дейді қазақ. Жақсы сөз мен жұбатсам жұбанбас па? Екеуің келер жолы өтесіңдер. Екеуің келер жолы өтесіңдер. Саясат тәжірибеден құралмас па? Басыңнан сипайтығын бал емессің. Енді қайтып жұбатам бұдан басқа. Ай, ай, айтайын көзден біраз таса жайды. Айтайын көзден біраз таса жайды. Бұлай бек күйеу боп тұр аса жайлы. Жүз жерден қарсыласым болғанменен ешкімде ақиқаттан қашамайды. Оңтүстіктің ұлғызын оқытам деп арқалыққа тасудан босамайды. Дәл мұндай жақсылықты біле білсең, күйеу түгіл өз балаң жасамайды. Өсетін ел қашанда ой қуалар, содан соң орныменен той қуалар. Карантинде халықты бір серпілтіп, айтыс берген бұл шаһар әйгі болар. Себебі Шымқаладай шаһарымда дәстүрді дәріптейтін баймұра бар. Бұл қала адамзатқа жайлы қала, болашақта бұдан да жайлы болар. Жаңа жыл жақсылығын ала келсе, қанжыған бұдан асқан майлы болар. Миллион тұрғыныңның әр қайсысы күн тусын миллиондап айлы қалар. Ай, Рахмет ақындар, өркіндеріңіз үшін Айбек Қалиев, Бекарыс Шойбеков.